Ассалаумағалейкум, қасқыр емес қазағым. Міне дәл қазір Шерзаттың ісі бойынша 15 жылға сотталған Азамат Тоқтаубаев пен 7 жылға сотталған Дидар Қалиахметовке қатысты кассациялық сот аяқталды және де үкім шықты. Сүйінші қазағым, үкім өзгеріссіз қалды. Сотталған Тоқтаубаев және адвокат Маевтың келтірілген кассациялық шағымдары қанағаттандырусыз қалдырылсын. Менің қасымда дәл осы сотта Шерзаттың отбасының мүддесін қорғаған елімізге белгілі адвокат Бағдагүл Ажығалиева отыр. Бағдагүл ханым, енді осы үкіммен енді толыққанды келісесіз деп ойлаймын. Және де не себепті үкім өзгеріссіз қалды? Енді өзіңіз көргендей, бірінші сатыдағы сот істі толық, жан-жақты, объективті түрде қараған болатын. Ол еліміздің бәріне мәлім, жарияланды прямой эфир арқылы. Сондықтан енді барлығы толық зерттелгендіктен жаңағы сотталушылардың уәждері негізсіз деп осы сот үкімі бүгін өзгеріссіз қалдырылды. Жалпы қазақ елінің атынан сізге рахмет.